Таңертең буфетке барсам, буфетші апайымыз бүгін тамаққа дымлама деді. Сөйтіп үйге келдім дағыны, мен де түскі тамаққа дымлама істей салайын дедім. Үйде қарасам барлық азық-түліктері бар екен. Сөйттім де қазанда тез етті турап салып, одан кейін пиязды салдым дағыны, сәбіз салдым, одан кейін ашайын деп қалған помидорларымды, оның үстіне картошкаларымды салып, бетін капустамен жаптым дағыны, үстіне суды құйып, сіздер көріп қоймасын деп тез тұз, бұрыш, сондай өтірік нәрселердің бәрін салдым да бетін жауып қойдым, бірақ оны пісірген жоқпын. Ұялмастан анау 10 жасар қызыма осыны пісіріп қой деп тастап кетем ғой. Сөйтіп 1 сағаттан кейін өшір деп, оны тағы өшірдің ба деп тағы звондаймын әлі. Нәтижесін кешке сіздермен бірге көретін боламыз. Бір күшті футболкерлер сияқты осындай тамақ болатын шығар деп ойлап тұрмын, енді көреміз ғой.